Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкатқызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін осындай шығыс тәттісін дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн қажет. Ұнға 150 грамм сары майды салып, қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. Шығыс тәттісі өте оңай дайындалады және дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін тамашалап, осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Сары май мен ұнды үгітіп алғаннан соң, оған 50 грамм қант, 6 грамм қамыр қопсытқыш салып, тағы да жақсылап араластырып, бір келкі етіп аламыз. Міне үгітіп алдық. Енді оған бір жұмыртқа салып, қамыр илейміз. Артық еш нәрсенің қосудың қажеті жоқ. Осы бір жұмыртқада жеткілікті. Жұп-жұмсақ, әп-әдемі қамыр болып шығады. Қамыр дайын болғаннан кейін оны пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындап аламыз. Противенге сары май жағып, немесе пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырды жақсылап орналастырып аламыз. Міндетті түрде шет-шетіне бортик шығарып алу қажет. Өйткені біз бұл тәттіге начинка саламыз, сол кезде шет-шетіне тиіп кетпеу үшін осылай бортик шығарып аламыз. Енді оған 100 грамм қара мейіз саламыз. Бұл пирог өте дәмді және пайдалы деп айтсақ та болады, өйткені өте пайдалы ингредиенттер қосылады. 100 грамм грек жаңғағын саламыз және 50 грамм кептірілген өрік, яғни курага салып, бір келкі етіп орналастырып аламыз. Енді оның үстінен бір банка қойылтылған сүт саламыз. Қойылтылған сүттің міндетті түрде жақсысын, сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Сонда бұл тәтті одан сайын дәмдірек болады. Міне енді кішкене сіркілеп алып, шет-шетіндегі бортиктерді тегістеп аламыз да 180 градусқа дейін алдын ала қыздырылған пешке жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Міне достар, пирогымыз да дайын болды. Пирог толық суығаннан кейін формадан босатамыз. Осындай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді комментарийде жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойсаңыз, міндетті түрде жақсы рецепттермен бөлісіп отырамын. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін, баршаңызға ас болсын.